Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda qo'l kurash sporti, ya'ni arm wrestlingga байланысты uy joylarida жасауға болатын топ 5 жаттығуларды көрсететін боламыз. Достар, бірінші жаттығуды жасамас бұрын қолыңызды міндетті түрде әдемілеп тұрып қыздырып, жаттығуда травма алмау үшін дайындап аласыз. Одан кейін бірінші жаттығу 9 кг гантельмен орындалатын болады. Орындалу тәртібі: қолыңызды дәл осылай түсіріп, соңына дейін жазып, көтерген кезде 1 секунд аралығында тоқтап тұрасыз. Одан кейін қайтадан орнына барып, жаттығуды жалғастырасыз. Достар, екінші тренері жаттығуды осылай жүргіземіз. Жаңағы айтқан ременді осылай түйіп пайда боламыз. Оны 9 кг кіртасына бастапқыда осымен жасаған ыңғайлы. Осыған байлап, қолыңызды аның арасына кіргіземіз. Міне, осылай ұстаймыз. Сол кезде адамның қолын ұстап тұрғанмен бірдей болады. Және де нагрузка екі қапталға бөлінгендіктен сізді травмадан сақтайды. Жаттығуды келесідегідей тәртіппен жүргіземіз. Қолыңызды 90 градустан төмен, шамалы төменірек ұстайсыз. Және де жоғары көтересіз. Қолыңызды көтерген кезде шынтағыңыз қапталға қарай кетпеу керек. Бұл жаттығудың пайдасын келетін болсақ, сіздердің қарсыласыңыз егер скорттан жақсы болса, сіздерді біразға дейін басып кетеді. Сол кезде сіз қолыңызды көтеруіңізге пайдасын тигізеді. Екі қолға, әр қолыңыздан шамаңыз келгенше 10-нан 3 пат топтан жасасаңыз жақсы болады. Достар, үшінші жаттығуымыз білекке арналатын болады. Яғни білек ол арм рестлинг спортында өте жақсы пайдалы бұлшықеттердің бірі болып табылады. Осы білек күшіңізді арттыратын болсаңыз, сізде жеңіске деген сенімділік жоғарылайтын болады. Жаттығу осындай түрде жүретін болады. Қолыңызды мен көрсеткенде ұстайсыз. Иық деңгейінде қолыңызды ұстайсыз. Және де бицепске қалай көтерсеңіз, тура осылай білек бұлшықетін дамытуға арнап жасайсыз. Бұл жаттығуды да алдыңғы жаттығулар секілді 15 реттен 3 пат топ жасасаңыз жеткілікті. Достар, үшінші жаттығу кистіге арналатын болады. Ол үшін сіздерге 20 кг штанга керек болады. Штанганы иық деңгейінде ұстайсыз. Достар, штанганы дәл осылай қайталасаңыздар, сізде кистіде және де білек күші артатын болады. Бұл жаттығуды 15-20 реттен 3 немесе 4 пат топ жасауға кеңес беремін. Және де осыны болғаннан кейін бірден қолыңызды керісінше ұстап, дәл жаңағыдай керісінше өзіңізге қарай, ішке қарай көтересіз. Бұл жаттығуды жасайтын болсаңыз, сіздің білегіңізге де күш түсіреді, және де кистаңызда қатаяды. Достар, соңғы жаттығуымызға да келіп жеттік. Бұл жаттығуды орындау үшін сіздерге 16 кг кіртас және де ремен керек болады. Бұл жаттығу осының алдындағы 4 жаттығуды жасап болғаннан кейін сіздің бұлшықетіңізді жақсылап тұрып қинайды десек те болады. Қарасаңыздар, өзіңіз жасап көрсеңіздер қалай пайдалы екенін сезінетін боласыздар.
Қолыңызды көтерген кезде 90 градуста және де жұдырығыңыз білекпен бірдей түзу тұру керек. Жаттығуды уақытқа орындайсыз. Қолыңыздан қашан түсіп, жерге қарай түсем дегенше барынша ұстап тұруыңыз керек. 90 градуста. Қол әбден шаршаған алдыңғы тренировкалардан. Келесі оларда дәл солай. Айта кететін жағдай, сіз ременді түсірген кезде саусақтарыңыздың үстінен түсіруіңіз керек. Саусақтарыңыздың үстінен түсіруіңіз керек. Келесі оларда дәл солай уақытта. Байқасаңыздар, қолдың барлығына өте жақсы деңгейде нагрузка түсетіні байқалып тұр. Міне білекке, бицепске және де жұдырыққа және кистіға. Достар, бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз. Достар, сіздерге өтінішім, арнаға жаңадан келсеңіз, арнаға міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып, осы видеоға лайктарыңызды аямай басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Достар, бүгінгі видео ұнаған болса, пікірлеріңізді комментарийға жазып, келесіде не туралы видео түсіргенімді қалайсыздар, соны да жазып кетулерді.